Әйел адамдар злопамятный, байқайсыздар. Не істейсің әйеліңе, ол саған бәрібір істейді. Мына 40 жасқа дейін еркек әйел адамға не істейді? Әйел адам 40-тан кейін соны істейді. 40 жасқа дейін әйел звондайды. Қайда жүрсің, қайдасың деп. 40 жасқа дейін әйел адам үйде отырып, есік шыңқ-қиық деп ашылса, балдармен бірге бүйтіп отырады. 40-тан кейін оказывается әйел адам уже шыға бастайды. Бала өсті, подружкалары көп. Еще әйел адамдардың праздниктар бітпейді ғой, бар ғой. Құдай сақтасын, бір 5 әйел жиналса праздникан, пир. Білмеймін, шілдехана, бірдеңе келіп жатыр, бір подружкам келіп жатыр, кафеде отырайын деп. Еркектерде ондай жоқ вообще. 40-тан кейін еркектің баратын жер болмай қалды екен, оказывается, бар ғой. Расымен дискотека барсаң, уже старый. Тек вип залда отырады екенсің, болды, еркектер басын жинап аласың да, басқа мереке жоқ бізде. Неғып отырсыңдар десе, өзімізде білмейміз, просто сидим дейміз. Өйткені празднигіміз де жоқ, и даже повод та жоқ бізде. Әйел адамдар бар ғой, 40-тан кейін үш шыға бастайды, 50-ден кейін вообще, кәдімгі бар. 60-тан кейін вообще ол кісілер ашылады, кәдімгі бар ғой. Күнде қайда кетіп баратсың десе, балам шілдехана, соған кетіп баратырмыз деп. Аталарымыз үйде қалады ғой. Кәдімгі бұрынғы әйелге не істедің, соны істеп. Еще сұрайды аталарымыз, қашан келесің деп. Қашан келесің? Құрсын келем ғой, не біреу мені алып кете ме деп. Қимайды да жа үйде қалып жатырғанына. Прямо не істедің, соны істейді бар ғой. Сосын үйде отырады. Есік қиық десе балдарынан, мамаң келді ма? Жоқ, мама емес десе, кәдімгі переживать етіп қойды. Деп қойды. Бір кезде қиық, бақалақ, бала келді, мама келді ма деп немересінен сұрайды. Немерелерді тыңдамайды, не знаю дейді. Бір кезде мама келді, өзі де шошып түсінбей қалады, өзім баламен бала болып кетеді. Мама келді ма деп алдынан шығады. До того бар ғой әйел адамдар.